балдары, сіздерді көргенге қуаныштымын. Бұл қоңыраудың күні мектеп табалдырығын жаңа ғана аттаған кішкентай бүлдіршіндердің ең алғаш еститіндері, иә? 1 қыркүйек бәріңізге мәлім білім күні. Әрине, бұл біз үшін жай ғана күнделікті күндердің бірі шығар. Ал мектеп табалдырығын енді ғана аттаған мыңдаған бүлдіршіндер үшін ше, олардың жүздерінде қобалжу, қуаныш, көздерінде алаңдаушылық болады. Дәл осы сезімдер бізге таныс па? Бұл сезімдермен 1-ші сынып қабылдайтын мұғалімдер де бетпе-бет келеді. Келісесіздер ғой? Иә. 2000 әсіресе жас мамандар. 2010 жылы мен дипломымды ала салып мектепке бардым, 1-ші сынып қабылдап алдым. Енді 1-ші сынып қабылдап алған сол еді, өзіме өмірлік сабақ болатын бір қателікті жіберіп үлгердім. Ол қандай қателік дейсіздер ғой? Сыныпты қабылдайын деп сыныптың бөлмесін жарқыратып, жайнатып жасап жатыр едім. Шардың сыртына алдым да 25 баланың атын жаттау үшін жазып қойдым ғой. 25 баланың атын жаттап жатыр едім, бір әріптесім кіріп келді. Ойланып тұрдым да, әсем мұғалім, мына 25 баланың атын мен жаттай алматқанда наларға қалай ие боламын дедім. Ол кішкене былай қаталдау мұғалім еді, келді айтты. Айдана, мыналарды деді, қазірден бастап былай ұста деді. Қатал ұстамасаң, ертең басыңа ойнайды, тыңдатамай қаласың деді. Білесіздер ғой, біз айтқанды бұлжытпай орындаған адамбыз ғой. Сөйтіп мен бардым да, қатал мұғалім образына кіріп, 1-ші сыныпты қабылдадым ғой. Кабинетке әкелдім, 30 минут берілген уақытта әйтеуір балалармен бүйтіп жоспарлы жұмысын жүргізіп өткіздім да, балаларды сыныптан алып шықтым. Қолыма Зарина деген бір оқушыны ұстап алғам. Бір мәз болып келе жатқан сияқты, өзім мәзбін ғой әйтеуір, сөйтіп келе жатқанбыз. Алдымыздан ата-аналар лап етті, біреу құшақтап баласын сүйіп жатыр. Сөйтті да, Зарина отыр, қозғалыссыз. Маған қарайды, ата-анасына қарайды, маған қарайды. Енді сол кездегі баланың көзқарасы менің жүрегімді мәңгі алып қойды. Неге дейсіздер ғой? Зарина алды да өксіп жылап жіберді. Сол сәтте мен бір затты дұрыс жасамағанымды түсіндім. Үйге бардым, ойландым, ұзақ ойландым. Заринаның мектептегі алғашқы күні осылай сәтсіз өткені мен жүрегіме қатты батты. Содан кейін ой түйдім, әй Айдана дедім. Жүрегім нені қалайды, соны істе, жан-жақты тыңдай берме дедім да. Балаға тәртіп үйретуден бұрын сүйіспеншілікті беру керек деген ой түйдім. Бұл ойымды 2022 жылы кезекті 1-ші сыныпымды қабылдаған кезде, білесіздер, қазір TikTok, Instagram, неше түрлі жұмыстар жүріп жатады ғой. Ойлайтынмын, осы бала қабылдауды қойшы, анандай уақыт құрту деп. Сөйтіп балалардың үшін жасап көрдім. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, көп бала жүрек тұтандап алып жатыр, иә? Бұл нені білдіреді, әріптестер? Бұл менің ойымды одан сайын бекітті. Яғни, қазіргі қарқынды уақыттың дамып жатқан заманында баладан, ата-анадан да сүйіспеншілік жетіспейді ғой. Ендеше, ұстаз екінші ана емес па, иә? Ұстаз екінші ана болғандықтан балаға сүйіспеншілікті үйретіп беру керек. Енді қараңыздар, сөйтіп балаларыммен қазіргі сәтте мен әрбір баланы әрбір сабақта күліп қарсы алуға тырысамын. Себебі мен бұл уақытта өзім ана атанған едім. Ол да менің бұл ойыма әсерім еді. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, жаңа ойын алаңдағы баланы парт әлеміне алып келген кезде, біз енді соған балаға қауіпсіз орта құралдық па? Қалай ойлайсыздар? Мұғаліммен байланыс орнатып, иә? Я деп мен де ойлағам, бірақ бұл жерде мен оны достарымен, сыныптастарымен табыстыра білуім керек, мектеп ережесімен таныстыруым керек. Сөйттім да оқушы ережесімен, сынып ережесімен таныстырып алдым. Содан кейін балаларыммен жұмысымды бастап кеттім. Яғни бұлар үшін ол жаңа әлемге тиімді бейімделу үшін сонымен іздене бастадық. Сабақ. Бұл яғни бала жақсы тиімді, тез бейімделу үшін сабақ, ойын, тынығу деген 3 элемент қажет екен. Бұл элементтер сабақ, ойын, тынығу формуласы бір қарағанда жай ғана формула болып көрінуі мүмкін, бірақ мен үшін ол ұзақ тәжірибемен келді. Сабақ, енді осының әрқайсысына жеке тоқтала кетсек, сабақты да бір қатып қалған құрылымдамалар ғой, өзіміз сабақ жоспарымызды жоспарлаймыз, сонымен қатып тұрып өткізетінмін. Кейіннен менің балаларыма, олар 5-7-6 жастағы балалар психологиялық тұрғыда ойын баласы болғандықтан ойынды қоса бастадым. Сөйтіп менде сабақ, ойын формуласы пайда болды.
Ал енді сол жеткілікті деп ойлайсыздар ма? Әрине, қазіргі Z ұрпақ үшін ол жеткіліксіз. Сөйттім да мен тынығуды қостым. Неге ол жеткіліксіз? Білесіздер, қазіргі Z ұрпағының ерекшелігі олар цифрлық дәуірде гаджет, сотка, планшеттерді қолдану арқылы өмір сүріп жатыр. Сондықтан олар ақпарат тез қабылдайды. Бірақ Instagram, TikTok, YouTube ашсаңыздар да 15 секундтық тез видеолар бар ғой. Сол баланың ойлауына кері әсерін береді екен, яғни олар бізден ақпарат қанша қабылдағанмен тез шаршап қалады. Сөйттім да мен тынығу деген бұл жаңалық емес, ол баяғыдан бар, бірақ біз оны сергіту сәті деп айтатынбыз, қарлығаш ұшты, қонды деп сергітетінбіз, қазіргі балаларға ол өтпейді. Сөйттім да мен оны қазіргі таңда нейрогимнастикалық жаттығулармен алмастырдым. Нейрогимнастикалық жаттығулардың түрлері өте көп. Бұған енді арнайы дайындықтың қажеті жоқ, тиімділігін барлықтарыңыз білесіздер. Мысалы, жай ғана доптың өзімен мен мынандай жұмыстар жүргіземін. Мысалы, мынау менің баланы жеңге дамытудағы асылым деген оқушым, асылым екі шармен қатар жұмыс жасау арқылы ол мына екі ми қыртысының жұмысын жақсартуда. Екінші, топтық жұмыста да осыны аламыз. Яғни балалар ол кезде коммуникацияны жақсы орната бастайды, және бір-бірімен допты беру арқылы олардың ойлауда жақсы дамып және жылдамдықтарға қалыптаса бастайды ептіктер, Енді білесіздер, қазір бір тұтас тәрбие аясы деп біз мұғаліммен бөлек сынып жетекшіміз, оны да сұрап жатар. Сонымен көңілді үзілісте мен мынандай допты тағы да қолданамын. Көңілді үзілістерді балаларым үшін былай дамытамын. Екі топта да қалай ойлайсыздар, қызықты болды деп ойлайсыздар ма? Мүмкін, видеодан да көрініп тұрған шығар өздеріңізге. Балалар бұны қызыға қабылдайды, барлық белсене араласуға, атсалысуға тырысады. Сөйтіп, енді қараңыздаршы әріптестер, доп деп жатырмын ғой. Нейрогимнастикалық жаттығу үшін тіпті доп болмаса ештеңе қажет жоқ. Біз қол арқылы дамытамыз, Ол бірден жасау өте қиын, кәні бәріміз қолымыз созып жасап көрейікші. Сонымен бастайық. Бас бармақты аламыз да, мына кішкентай шына жақпен біріктіреміз. Бұмен сақиналаймыз жоғары қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді оң қол, мына жақ қолымызда келесі қолда кешіңіздер. Бас бармақпен сұқ саусақты. Дұрыс айтып тұрмын ба? Сұқ саусақты аламыз да, сақиналаймыз. Енді керісінше төмен түсеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді осы екі қолмен қатар жасауымыз керек. Ал жасап көрейік, жасай аламыз да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Күнделік жасап жүргенмен қол алып тұрмын ба, мен өзім дұрыс жасатпай тұрмын. Енді білесіздер, бұндай жаттығулар баланың миын дамытуға өте жақсы әсерін береді. Өздеріңізге қатысып жатсаңыздар, бірнеше рет жасағанда ол көмегін береді. Қазір мынау балаға да емес, даже үлкендерге зиян, білесіздер, соткаға біз қараймыз, сондықтан көз жаттығу міндетті түрде мына қызыл нүктенің артынан жүру арқылы көздеріңізді біраз тынықтырып алсаңыздар. Сонымен бұл көз жаттығуы келесін көретін болсақ, әріптестер, енді бұл нейрогимнастикалық жаттығуларды сіздер бүгін бір нәрсе алып кетсінші менен деген ниетпен алдымда өзім неге кіргізіп қойдым. Бұның барлығы мынандай жинаққа кіргізген, мына жинақты міне мен баланың алдында пайдаланамын. Аламда мысалы мына жаттығуды ашып тастаймын да, балам бұлға түйме тарата саламын. Ол екі қолмен мына үйден жүргізіп отыру керек. Осы жаттығуды сіздерге міне электронды нұсқада кіргіздім. Сіздерге түсінікті болу үшін, мысалы біз мынаумен қалай жұмыс жасайтынын білмейміз ғой, осының түсінікті болу үшін алдымда QR мен видеосын енгізіп қойдым. Егер мына QR арқылы сілтемеге өтсеңіздер, менің YouTube каналымнан осы видеоны тамашалай аласыздар. Енді ары қарай кететін болса, мына жерде міне QR кодты қойдым, осымен жүктеп алыңыздар. Өздеріңізге шығарып аласыздар, қолданасыздар. Сіздер үшін пайдалы болса, мен де қуаныштымын. Сонымен әріптестер айтады ғой, жүректен шыққан сөз жүрекке жетті деп ойлаймын. Әрине, алпысып отырған әріптесімнің ішінде бір-екеуіңізге болмасын қандай да бір пайдам тиіп, ой түйіп жатсаңыздар, мен мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Ендеше, бала жанының бағбандары, баланың жүрегіне жол тауып жүрген әріптестерім, біздің бәрімізді бір мақсат, бір мүдде біріктіреді. Ендеше, мақсаттарыңыз айқын, армандарыңыз асқан.